Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз 3-ші сынып қазақ тілінен 9-ші сабағымызды бастаймыз. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. 34-ші тапсырмаға қарайық. Пайымдау мәтінінің бөліктерін тауып, яғни дәлелденетін пікір, дәлелдеу және қорытынды пікір. Әр бөліктің арасын байланыстырып тұрған көмекші сөздерді ата. Құмырсқаның қыста қарны ашпайды, өйткені ол жазда таңертеңнен кешке дейін тапқан азығын илеуіне тасып алады. Сондықтан оны еңбекқор жәндік дейді. 34-ші жаттығуда бізде дәлелденетін пікір, бізде құмырсқаның қыста қарны ашпайды. Дәлелдеу, өйткені ол жазда таңертеңнен кешке дейін тапқан азығын илеуіне тасып алады. Ал қорытынды, сондықтан оны еңбекқор жәндік дейді. Әр бөліктің арасын байланыстырып тұрған бізде көмекші сөз өйткені және сондықтан. Келесі бізде 35-ші тапсырма мәтінді оқы. Бал арасы табиғатта өздігінен тіршілік етеді. Гүл шырынын сорып, бал жинайды. Адамдар бал арасын балы үшін қолда асырайды. Бал арасын еңбекқор жәндік деп атайды. Өйткені олар өте кішкентай екеніне қарамастан үлкен жұмыстар атқарады. Төмендегі сұрақтарға жауап берейік. Мәтін туралы, не туралы? Оған ат қой. Бал арасын неліктен еңбекқор жәндік деп атайды? Мәтіннің пайымдау бөлігін көшіріп жаз. Дәптерімізге 35-ші жаттығу деп жазамыз. Мәтін бал арасы жайында жазылған бізде. Оған тақырыбын қоямыз, тақырыбы аралар жайында. Яғни аралар балды еңбектеніп тапқандықтан оларды еңбекқор аралар деп қойсақ болады. Бал арасын неліктен еңбекқор жәндік деп атайды? Жазамыз. Аралар кішкентай екеніне қарамастан үлкен жұмыстар атқарады. Гүл шырынын сорып, бал жинайды. Сондықтан оларды еңбекқор жәндік деп атайды. Мәтіннің пайымдау бөлігін көшіріп жаз. Пайымдау бөлігі бізде бал арасы еңбекқор жәндік деп атайды. Өйткені олар өте кішкентай екеніне қарамастан үлкен жұмыстар атқарады. 36-ші тапсырмаға қараймыз. Пайымдау мәтінінің бөліктерін, яғни дәлелдеу пікірі мен қорытынды тауып сызбамен көрсет. Адам үстіме мінсе, мен алысын жақын етемін. Адамдар күшімді көреді, сүтімді ішеді. Олар қылымнан арқан еседі. Сондықтан жыл ағасы мен боламын. Бұл жерде дәлелдеу пікірі, адам үстіме мінсе, мен алысын жақын етемін, адамдар күшімді көреді, сүтімді ішеді, олар қылымнан арқан еседі. Қорытынды пікірі, сондықтан жыл ағасы мен боламын. Төменде сұраққа жауап берейік. Бұл қай кейіпкер? Бұл жылқы. 37-ші тапсырма. Пайымдау мәтінінің бөліктерін тиісті сөздерді қою арқылы байланыстыр. Қоянның көздері шарасынан шығып, бадырайып тұрады. Сондықтан ол қарсы алдындағы ғана емес, екі қапталдағыны, сондай-ақ арт жағындағысын да бір мезгілде көре алады. Бізде екінші сөйлемде көп нүкте қойылған, сол нүктенің орнына пайымдау мәтініне қатысты сөз жазуымыз керек. Бұл жерде сондықтан деген сөз қойылады. Сондықтан ол қарсы алдындағы ғана емес, екі қапталдағыны, сондай-ақ арт жағындағысын да бір мезгілде көре алады деп байланыстырып тұр. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.